оқушылар, көңіл-күйлері қалай? Жақсы. Көңіл-күйлері жақсы болса, сабақты бастайық. Біз бүгін сабақты екі топ болып жарысатын боламыз. Сол үшін тақтаға келіп, оқытар тыңдасақ тезірек. Бірінші, екінші топ болып жарысатын боламыз. Бірінші топ нашаққа, екінші топ нашаққа отырамыз. Екі топ болып жарысатын болғанда, осылай мақтау карточкаларын жинайтын боламыз. Қай топта көп, сол топ жеңіске жетеді. Сонымен қатар ескертетін жайт, әрбір тапсырманы орындаған соң осы қоңыраушаны басып отыратын боламыз. Түсінікті ғой? Көңіл-күйімізді көтеру мақсатында психологиялық ахуал жасасақ, қазір осы қора қай іс-әрекет етсек, сол іс-әрекетті қайталайтын боламыз. Бізде күлкі сыйлау, яғни жанындағы адамдарға күлкі сыйлайық. Жақсы, бірге бүйір қимылдарын жасайық. Бірге тұрамыз, барлығымыз тұрамыз. Абонент түрме қойды. Айда бірге бір қимылдарын. Айда сделай. Тілек, бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз. Сен болмын сондай күнің сәтті өтсін, жақсы бағалар алып отырсыз. Жақсы, енді осы көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Лексикалық тақырып биотехнология қоғам өндірісінде, ал грамматикалық тақырып сабақтас құрылымдар сөйлемдер. Үйге барлық ережелерді қайталап берілген. Қазір үй тапсырмасын апамның баласы қатысар қол сұраймын. Бұл жерде әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, осы балсақтан таңдай, сол балсақтан алдына жазылған сұрақтарға жауап беретін болады. Қай сұрақ? Төртінші сұрақ. Қазір төртінші сұрақ. Салмас формуласының қай түрі ешбір жалғаулықсыз жасалады? Ешбір жалғаулықсыз. Есіңізге түспейік. Жауап бере алмасақ, екінші топ қолды деп жауап беруге болады. Жақсы отыра ғой. Саған бұйыртпай. Екінші топтан бір оқушы шығамыз тезірек. Тез. Екінші сұрақ. Кезекте салулас құрмалас сөйлемнің жалғаулық жалғауларын ата. Кезектес. Бірде біресе Жақсы. Келесі бірінші топтан тезірек шығамыз бірден. Қай сұрақ? Алтыншы сұрақ. Бағыныңқы және басыңқы сөйлем дегеніміз не? Бағыныңқы дегеніміз басыңқы сөйлеммен жалғанатын, ал басыңқы дегеніміз ол өзі жеке сөйлем қойылады. Жақсы. Бағынқы сөйлемнің етістігі тиянақты болады, ал басыңқы сөйлемнің етістігі тиянақты болады. Және бағынқы сөйлем басыңқы сөйлемге бағынады. Жақсы, әзірге бір бай келесі екінші топтан бір оқушы тезірек. Қай сұрақ? Бесінші сұрақ. Бағыныңқы сөйлем, басыңқы сөйлемдегі істің есімін білдіретін құрмалас сөйлемнің түрі. Өте жақсы, бесіл бағыныңқы салықтас құрмалас сөйлем. Бұрытпай. Екінші топтан бір оқушы. Тезашқа ғой. Қай сұрақ? Бір дейді. Салалас құрмалас сөйлемнің неше түрі бар, және оларды ата. Қанша түрі бар сонымен? 6. Және оларды ата. Салалас, құрмалас, күрделі салалас. Көмектесетіндер бар ма? Қазір өз тобынан. Ыңғайлы салалас, себеп салдар, түсіндірмелі, қарсылықты, кезектес, талғаулы. Өте жақсы. Бекжан екеуін қайталап келеміз. Әлі ережелер нақты білмейсің. Үй тапсырмасын қорытындыладық. Енді бізде бүгін жаңа айтып өткен лексикалық тақырып биотехнология қоғам өндірісінде. Осы жасанды интеллект көмегімен бұл заманғы жаңа заман ғылымы. Жасанды интеллект көмегімен жасалған бейне жазбаны көріп, голограмма сағатында берілген сұрақтарға жауап береміз. Сол себепті бейнені мұқият тыңдаймыз. Биотехнология ғылымын дамыту өндірістік биотехнология ғылымы түрлі түрі ағзаларды өндірісте пайдалана отырып, олардан адам баласына қажетті ерекшеліктері бар ағзалар мен нәрді заттарды алу үшін химия жасушаны биологиялық объект ретінде қолданады. Биотехнология іргелі биологиялық білімдерді адамның практикалық қызметінде қолдануға және табиғи қорларымыздың жойылып кетпеуін сақтауға негізделген
өндірістің жаңа саласы болып саналады. Биотехнология ғылыми пән және ол әртүрлі салаларда, ауыл шаруашылығында, медицинада, тағам өнеркәсібінде, биоэнергетикада, экологияда, биоэлектроникада. Қазіргі таңда дүние жүзі бойынша халық санының күрт өсуіне байланысты туындаған азық-түлік тапшылығы, энергия көздерінің және табиғи байлықтардың азаюы, адамдар арасындағы әртүрлі аурулардың көбеюі, қоршаған ортаның ластануы және өзекті мәселелерді қазіргі кезде биотехнология ғылымы ұсынған әдістер арқылы шешу мүмкін болып отыр. Ежелден ата-бабамыз биотехнологиялық әдістерді шаруашылық жағдайында пайдаланып келгендігі көпке мәлім. Соның ішінде қымыз бен шұбат, айран ашытуға, құрт пен ірімшік жасауға, нан пісіруге, мал терісін июге қажетті заттарды дайындауға пайдаланған. Жақсы, барлығымыз тыңдадық қой. Енді ұялы телефондарды алып, қолдарында болу сағатты сканерлеңдер. Камераларды ашып, QR кодты сканерлейміз. Бұл жерде барлығы 4 сұрақ берілген, сұрақты тыңдап жауап беретін боламыз. Сосын бір сұраққа жауап беретін үшін бірден қол көтереміз. Апай сұрақ өзіміз таңдаймыз. Мысалы қараймыз. Сосын көтереміз. Дамыту арқылы қандай проблемаларды шешуге болады? Жауап береміз. Жақсы, Айзере жауап береді. Бір сұрақ бар. Биотехнология ғылымы арқылы біз медицинадағы проблемаларды шешуге болады, кейін шаруашылықтағы және экологиядағы. Өте жақсы. Енді екінші сұрақ тыңдаймыз. Бірінші топ. Жауап береді, екінші сұраққа. Қандай салаларда қолданылады? Биотехнология қандай салаларда? Биотехнология қандай салаларда қолданылады? Мирас, жауап береміз. Медицина, ауыл шаруашылығы, экология, өнеркәсіп және тағы да басқа. Толықтыратын оқушылар бар ма? Ағарке. Биотехнология медицина саласында және тағам өндірісінде жиі қолданылады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында да қазіргі таңда биотехнология қолданылады. Өте жақсы. Енді екінші топтан үшінші сұрақ тыңдаймыз. Голос ағашты қосамыз. Дамыту арқылы қандай проблемаларды шешуге болады? Екі, биотехнология қандай салаларда қолданылады? Үшті тыңдаймыз. Үш, өзің биотехнология болса, Жауап бере алады. Өзің биотехнолог болсаң, қандай әрекеттер ашар едің? Қандай әрекеттер ашар едің? Мен биотехнолог маманы болсам, медицина саласына көбірек назар аударатын едім. Яғни медицинада түрлі аурулардан құтылудың жаңа әдістерін ашады. Өте жақсы. Қолыңа тілектессің. Төртінші, Мейрамбек. Төртінші сұрақ тыңдаймыз. Әсемен төртінші сұрақ тыңдаймыз. қандай жаңалық ашар еді? Төрт, ата-бабаларымыз биотехнология ғылымын білген бе? Қандай Ата-бабаларымыз биотехнологияны білген бе? Иә, жауап бере қойды. Олар білген, мысалға, жоқ білмеген, бірақ оларды қолдана білген. Мысалы, айран мен қымыз бен шұбат ашыту кезінде және де етті тұздау кезінде қолданған, және де шөптерден дәрі жасалған. Өте жақсы. Келесі тапсырма біз алдыңғы бірінші сабақ өткен біздің бағынғы сабақтас құрмаласымен таныстық, ережесін білеміз және сұрақтар білеміз. Енді тапсырма сол мезгіл бағынғы сабақтас құрмалас сөйлемге қатысты төмендегі сөз тіркестерін қолданып мезгіл бағынғы сөйлем құрап жаз. 3 минут уақыт беріледі. Біткен топ бірден қоңыраушаны басамыз. Бірінші біткен топқа бір ұпай берілетін болады. Жақсы, екінші топ аяқтады. Бірінші топ қаншалық уақыт қалды? Қанша тапсырма қалды? Жақсы, енді сөйлемдерді оқыңдар. Кеше оқушы сабақ айтқан соң жақсы баға алды. Жақсы, екінші сөйлем. Сөз тіркесі бағаланған сөйлем.
айтере ауылға барғаннан кейін табиғатпен жұмсады. Жақсы, үшінші сөйлемдер. Ауылға қайтқанда Айса ауылға қайтқанда достармен кездесті. Әнші әнін бастағанша халық жиналып үлгерді. Өте жақсы, келесі сөйлем. Сабақ басталысымен, мұғалім сабақ басталысымен оқушыларға ұрысты. Жақсы, енді Айзера бір сөйлемді бағыныңқы және басыңғы сөйлемді айтып бере аласың ба? Әнші әнін бастағанша ол бағыныңқы сөйлем. Не себепті? Себебі есітік тиянақсыз. Ой аяқталған жоқ, иә? Халық жиналып үлгерді, бұл басыңыз. Дұрыс. Енді ұлдар. Бекжан оқыңыз сөйлемді. Сөз тіркестер айтқан соң, мен оған өзім жайлы айтқан соң, мен күйзеліске ұшырадым. Өте жақсы. Ералы. Сөз тіркесі барғаннан кейін, мен сен үйіне барғаннан кейін екеуміз тәтті шай іштік. Өте жақсы. Келесі. Сөз тіркесі ауылға қайтқанда сөйлеймін. Мен ауылға қайтқанда ат міндім. Жақсы. Бірақ сөйлемін сәлем қостай қалған сияқты, мен ауылға қайтқанда ат міндім. Ат міндік қойын. Сөз тіркесі әнін бастағанша, ол әнін бастағанша концертке көп адам келді. Жақсы. Сөз тіркесі сабақ басталысымен оқушылар күшті ат салысты. Өте жақсы. Сөз тіркесі тәуелсіздік алғалы еліміз тыныш бола бастады. Жақсы. Енді бірінші топ сөйлемдерді оқысаңдар. Ол өлең айтқан соң домбыра тартты. Дана қалаға барғаннан кейін жұмыс істей бастады. Жігер ауылға қайтқанда неше түрлі сыйлықтар алып келді. Келесі сөйлем. Жанар әнін бастағанша әннің сөзін қайталады. Балалар сабақ басталысымен мұғалімді тыңдамады. Мемлекет тәуелсіздік алғалы дами бастады. Яғни бір сөйлемнің бағыныңқы және басыңғы сөйлемдерін ажыратып берші. Жігер ауылға қайтқанда неше түрлі сыйлықтар алып келді. Мұнда қайтқанда, ауылға қайтқанда деген ол бағынқылы, алып келді, сыйлықтар алып келді деген басыңғы. Яғни бірінші баяндауыш тиянақсыз, екіншісі тиянақты. Өте жақсы. Ұлдар. Жоқ, отырасы. Мен ініме қой деп айтқан соң, ол тыныш отырып қалды. Ол мектепке барғаннан кейін сабақты жақсы оқыды. Келесі Иса. Ағам ауылы қайтқанда кітап алып келді. Екіншісі Мұхтар кімнен жазды? Мұхтар әнін басталды. Мұғалім сабақ басталысымен емтихан жұмысын бастады. Еліміз тәуелсіздік алғалы тыныш өмір сүрудеміз. Өте жақсы. Екі топта тапсырмаларды дұрыс орындаған, сол себепті екі қағаздан беретін болған. Сол себепті сенің сәтін бірге істейік. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Тақтаға қараймыз. Біз сауалас құрмалас сөйлемнің мағыналы түрлеріне қарай 6 түрмен және сабақтас құрмалас сөйлемнің мезгіл бағытынғы сабақтас құрмалас сөйлем түрінен танысқан болатынбыз. Енді сөйлемдер сәйкестендіреміз. Мен сөйлемдерді оқимын, қай сөйлем түріне жататынын айтасыздар. Бірінші топ. Серік оқуды бітірісінде жұмысқа орналасып алды. Мезгіл бағытынғы. Қазір көрейік. Өте жақсы. Келесі, екінші топ. Ол кезде қазақ елінде кітап басылмайды. Сол себепті әуез қарт өзінің сүйікті ақыны Абайдың өлеңдерін көшіріп алған.